Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып Python бағдарлама тіліндегі тізімдер. Алдыңғы тақырыптарда біз негізгі деректер түрлерін өткен болатынбыз. Оларға str, number және boolean жатқыздық. Енді бүгінгі тақырыптан бастап құрылымдық деректер түрлерін айтатын боламыз. Құрылымдық деректер түрі дегеніміз бір айнымалының ішіне бір мәлімет емес, бірнеше мәліметті сақтай алу мүмкіндігін айта аламыз. Оларға біздерде Python бағдарлама тіліндегі тізім, жиын, кортеж және сөздік жатады. Бүгін біз сол аталған құрылымдық деректер түрінің ішіндегі ең алғашқысы тізімді өтетін боламыз. Тізім дегеніміз нөлден бастап нөмірленген нысандардың жиынтығы болып табылады. Тізімдерді өзгертуге, ауыстыруға, қосуға, жаңа элементтерді қосуға және өшіруге мүмкіндік береді. Тізімдерді құру үшін біздерде бірінші тізімнің атауын жазамыз. Мысалы сандар, меншіктеу белгісінен кейін тік жақша жазамыз. Бұл жерде қазір бос тізім болып табылады. Егер оның ішіне бастапқы мәндерді көрсеткіңіз келсе, осы тік жақшаның ішіне мәндерді сразу жазып кетуге болады. Екінші әдісі бұл жерде list функциясы арқылы дәл солай сандар тізімнің атауын жазамыз, одан кейін меншіктеу белгісінен кейін функцияның атауын жазамыз. Функцияның атауы бұл жерде list деп аталады, яғни тікелей аудармасы тізім. Дәл осы екі әдіс арқылы біз тізімдерді құруға болады. Енді осы сандарға әрқайсысына жеке-жеке қол жеткізу үшін біздер индекс ұғымымен танысатынбыз. Индексі ол осы тізімдегі элементтердің орналасу позициясын көрсетеді. Индекс әрқашанда 0-ден басталады. Мысалы 0-ге, одан кейінгісі 1-ге, 2-ге, 3-ге және 4-ге тең. Мысалы ретінде біз 50 деген санды экранға шығаруымыз үшін print функциясын жазамыз. Одан кейін тізімнің атауы, тізім атауынан кейін тік жақшаның ішіне индексін көрсетуіміз керек. Бұл жағдайда 50 саны екінші индексте орналасқан. Сақтаймыз, орындаймыз. 50. Келесі айтатын нәрсе, ол біздерде тізімдердегі функциялар және әдістер. Қандай функциялар бар және қандай әдістер бар. Экранда көрсетіліп тұрған функциялар мен тізімдерді сіздер осы видеоның астындағы описание бөліміндегі сілтемеде көрсеңіздер болады, жүктеп алуларыңызға болады. Ол жерде жиі қолданатын функциялар мен әдістер бар. Біз олардың біреуіне мысал келтірейік. Мысалы, осы тізімнің құрамына тағы бір сан қосқыңыз келсе, онда ең соңына қосу үшін append функциясын қолдана болады. Мысалы, бірінші ол үшін тізімнің атауы, одан кейін append, яғни әдістің атауы. Әдіске біз уже аргумент ретінде қандай элементті қосқыңыз келеді, соны көрсетуіміз керек. Мысалы, 101 деген элементті қосайық, және экранға осы тізімді шығарайық қайтадан. Сақтаймыз, орындаймыз. 101 элементі осы тізімнің соңынан келіп қосылды. Әрі қарай дәл осындай функциялар да бар. Мысал ретінде len функциясын алайық. Яғни len функциясы осы тізімдегі қанша элемент бар екенін көрсетеді. Элемент саны бұл жерде индекс саны емес. Яғни print бұл жерде бұл тізімнің әдісі емес, жалпы функция болғандықтан, оны біз функцияны тізімнің сыртына жазамыз. Яғни len функциясының аргумент ретінде тізімді береміз. Әрі қарай осы команданы орындаймыз. Файл сақталған жоқ, қайта сақтап, қайта орындаймыз. 5-ке тең, яғни бізде тізімдегі элемент саны 5. Келесі, енді тек қана тізімнің бір элементіне қол жеткізіп қана қоймай, каждый элементімен жұмыс істеу үшін бізде алдыңғы тақырып өткен циклдерді қолданамыз. Бірінші болып for циклын көрейік. For циклінен бірінші кілттік сөзден кейін мына осы тізімнің ішіндегі әрбір элементті уақытша сақтап алатын айнымалыны көрсетуіміз керек. Яғни әр элементті сан деген айнымалыға сақтап алып уақытша әрбір циклда ол келесі элементке ауысып отыратын болады. Сан int кілттік сөзінен кейін біз диапазон ретінде осы тізімнің өзін береміз. Print сан 1, 100, 50, -5, 46. Әр элементті сан айнымалысын ішіне сақтап, экранға циклдың орындалу ретіне қарай шығарып отырды. Келесі while арқылы шығару. While арқылы шығару үшін дәл осылай жаңағыдай индекспен жұмыс істейміз. Яғни біз бастапқы нүктесі 0 деп аламыз, себебі бізде білесіздер, индекс 0-ден басталады. While циклын қолданамыз. While циклы біздің индекс пока осы циклдың ұзындығын, осы тізімнің ұзындығынан кіші болғанға дейін деген шарт қоюымыз керек. Яғни len сандар. То есть осы тізімнің ұзындығы len функциясы арқылы анықталады.
осы тізімнің ұзындығынан кіші болса, осы цикл орындалады деген шарт тұр. Мұнда әрі қарай экранға шығаруымыз үшін print тізім атауы тік жақшаның ішінде біз индексін көрсетеміз. Индекс ретінде бізде бұл I. Біздің I 0-де тоқтап қалмау үшін әрбір цикл аяқталғаннан кейін, циклдың денесі аяқталғаннан кейін, оны бірге арттырып отыруымыз керек. Сақтаймыз, қайта орындаймыз. 1, 150, -5, 46. Бұл дәл әрбір элементке тоқтап өтудің екінші түрі болатын, while цикл арқылы. Енді осы тізімнің құрамындағы сандарды қалай өшірсек болады? Ол үшін бізге кілттік сөз del қолданамыз. Del кілттік сөзінен кейін тізім атауы элементке сәйкес индекс жазуымыз керек. Мысалы, біз мына жерде -5 өшіргіміз келсе, онда оның индексін көрсетуіміз керек. Бізде білесіздер, бұл санның индексі -3-ке тең, +3. -3 болса, ол артынан санайды. Так, экранға шығарамыз. Сақтаймыз. Міне, -3 саны жоғалып кетті, автомат түрде 3-ші индекске 46 саны келіп түсті. Интернеттен осы тізімдер тақырыбына 3 есеп таптым. Мүмкіндігінше әртүрлі қылып алдым, бірақ барлығы да осы тізімге қатысты. Бірінші есепте A10 тізім берілген, тізімде берілген оң сандардың қосындысын есептеңіз. Бұл алдыңғы есепке ұқсап келеді. Давайте біз мынаны өшіріп тастаймыз. Мынаны өшіріп аламыз. Тағы да 2 элемент қосайық, бір теріс элемент и бір оң элемент. 15. Осы тізімдегі бізде 10 элементтен тұру керек. 3, 6, 7. Тағы 3 қосайық. 3, 20, 19. Пока біз элементтерді рандом функциясын қолданбай өзіміз енгізіп жатырмыз. Осы 10 элементтен тұратын тізімде оң сандардың қосындысын есептеңіз. Оң сандардың қосындысын есептеу үшін сумма деген алдындағыдай айнымалы аламыз, алдыңғы тақырыптағыдай айнымалы аламыз. Әрі қарай осы тізімдегі оң элементтерді табу үшін бізге цикл керек. Дәл жаңағыдай циклды қолданамыз. Сандар. Осы енді әр элементті жеке-жеке алғаннан кейін оны тексеруіміз керек. Егер біздің элементіміз 0-ден үлкен болатын болса, онда суммаға сол элементтегі мәнді қосуымыз керек. Плюс сан. Соңында циклдан тыс осы сумманы экранға шығарамыз. Орындаймыз. Осы тізімдегі элементтердің оң элементтердің қосындысы 251-ге тең. Екінші есеп тізімнің ішінде бірдей мәнге тең қатар келген ең ұзақ тізбектің ұзындығын табыңыз. Яғни бұл жерде давайте жаңа тізім керек болған. Бұл сандар әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жерде есептің берілгені бойынша просто осы тізімнің ішінде бірдей мәнге тең қатар келген, бірінен кейін бірі келген ең ұзақ тізбек табуымыз керек. Мысал ретінде мұнда 0-дер тізбегінде 2 келген қатар, 1-лер тізбегінде 3 келген, мұнда 2 жалғыз келген, әрі қарай 3 тізбекте 4 қатар келген. Яғни дұрыс жауап бізде осы болу керек. То есть ең ұзақ тізбек 4-ке тең. Әрі қарай 4 деген саннан тұратын тізбектен 2 элемент. Осы есепті шығарып көрейік. Ол үшін бізге алдын ала максимумын анықтайтын бір айнымалы керек. То есть ең үлкен тізбек саны осы максимум деген айнымалы сен сақталады. Әрі қарай тізбектің өзіне, яғни әр тізбекті жеке-жеке қарастыратын тағы бір айнымалы керек. Цикл бойынша жаңағыдай дәл бұл есепте де циклды қолданатын боламыз, бірақ бұл жерде біз екінші элементтен бастаймыз. Әрине бұл есепті шығарудың әртүрлі әдістері болады, тек мен сіздерге біреуін ғана көрсетемін қазір. Қараңыздар, біз екінші элементпен салыстырған кезде алдыңғы элементпен салыстырамыз. Егер екінші элементіміз алдыңғысымен тең болса, онда бұл тізбекке біреуі қосылады. Егер үшіншісі оның алдыңғысымен тең болса, ол тағы да біреуі қосылады, сонымен үшеу болады. Егер ол тізбек уже басқа санға тең болса, уже алдыңғы элементке тең емес болса, ол тізбекті біз қайта бірден бастауымыз керек болады.
циклді жазардан бұрын сіздер білесіздер, while циклін қолдану үшін біз айнымалыларды бастапқы мәнін нөлге теңестіріп алуымыз керек. Себебі біздің индексіміз нөлден басталады, білесіздер. While кілттік сөзінен кейін шарт жазылады. I кіші len сандар, яғни осы элементтердің осы тізімнің ұзындығынан кіші болғанға дейін деген шарт. Егер осы кіші болса, бізде жаңа екінші элементтен бастаймыз айтып қойдық, сол себепті нөл емес, все-таки 1-ге тең болады. Біздің алғашқы элементіміз 0-ге тең, индексі 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге әрі қарай жалғаса береді. Егер сандар, то есть тізім I, бірінші элементіміз тең алдыңғы элементімізге тең болса, қазіргі өзекті элементіміз алдыңғы элементімізге тең болса, онда біз тізбекті 1-ге арттырамыз. Әйтпесе, егер екеуі тең болмай қалған жағдайда, тізбекті қайта 1-ден бастап санаймыз. Әрі қарай бұл шарт орындалғаннан кейін, осы циклдің ішінде екінші шарт болады. Егер біздің тізбек уже максимумнан үлкен болатын болса, максимумды бізде бастапқысында 0 деп алды, үлкен болатын болса, онда осы максимумның ішіне тізбекті сақтаймыз. Себебі тізбек қазіргі уақытта үлкен болып тұр. А егер кіші болса, максимумның іші өзгеріссіз қала береді. Осыны орындаймыз. Экранға максимум шығарамыз. Максимум бізде ол жаңа ең ұзақ болған тізбекті жазып қою керек. Орындаймыз. Python. Так, подождите, бізде цикл тоқтамай қалды. Мына жерде біз циклдің ең соңы, цикл денесінің соңына айдың мәнін 1-ге арттырып отыруымыз керек болатын. тең. Келесі есеп, егер A10 тізімінде X саны кездесетін болса, терминалға yes, әйтпесе no деп шығарыңыз. Бұл үшін бізде кез келген тізімді алайық. Кез келген тізімді алдық, не важно қанша элемент екен. Бізде есептің берілген 10 элемент, но просто мен осы тізімді ала салдым. 10 элемент есептей отырмай. Так, егер X саны кездесетін болса, яғни біз X енгізуіміз керек. Егер X саны кездесетін болса, біз оны экранға yes деп шығуымыз керек, кездеспесе no деп шығуымыз керек. Егер X саны осы сандар тізімінің ішінде болған жағдайда, онда экранға yes, әйтпесе no. In деген осы тізбектің ішінде бар жоғын тексеретін болады. Осыны орындап көрейік. Бірінші біз ішінде бар санды айтайық, мысалы 15. Yes, енді жоқ санды айтып көріңіз. Мысалы 2. No. Есеп шықты. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.